Сәлем достар, сіздермен бүгін муравейник печеньесін дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеомызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қолдай отырыңыздар. Муравейнигімізді дайындау үшін ең алдымен бізге маргарин майы керек және ұн керек. Маргаринімізді ертіп алып, үстінен ұнымызды саламыз. Майымыздың үстіне ұнымызды салып отырып, қамыр илейміз. Иленген қамырымызды морозилкаға 1-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды морозилкадан алып, 2 бөлікке бөліп, теркадан өткіземіз. Теркадан өткен печеньемізді духовкада 180-200 градуста пісіріп аламыз. Піскен печеньенің үстіне сгущенканы салып, араластырамыз. Сгущенкамен араласқан печеньемізді осындай стаканның көмегімен форма жасаймыз. Ол үшін бізге су және стакан керек. Печеньемізді стаканға салып, тарелкаға аударамыз. Осымен біздің муравейник печеньеміз дайын.